Ұлтымыздың алтын асықтай азаматтары аз емес. Солардың бірі Қазақстан медицинасының корифейі атанған Төрегелді Шарманов биыл 90 жасқа толды. Қазақ медицинасының қалыптасуы мен дамуына айтарлықтай еңбегі сіңген ғалымның өмірден түйгені көп, бөлісер өнегесі мол. Салауатты өмір сүрудің қағидасын сөзбен емес, өз ісімен дәлелдеп жүрген Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді ағадан ұзақ жасаудың құпиясын сұрадық. Адам өмір сүргенде жастық кезде ештеңе ойламайсың. Албырт кез сен қанша болса жүгіріп ойнап кәдімгідей тиісті жағдаймен өмірдің сен 20, 30, 40 жасқа жетіп барыңды байқамай қаласың. Мысалы, арманға ойлайсың. Не үшін жасауым керек деген ой туады. Не үшін, кім үшін жасау керек? Балалар өсіп жатыр, немерелерді көргің келеді, болған емес. Орта өмір сүргеннен кейін сенің ортада пайдаң болмаса сен ешкімге керегің жоқ. Сені сәлемдей бермейді, ол бақытсыз адам. Сені керек қылмаса, сенің ойың, пікірің, азаматтық қасиетің түк пайда болмаса, сенің өмір сүруіңде керек жоқ. Жақсылық деген ұғымды адамның өсуі, өнуі, оның жеке басына емес, ортасына байланысты. Ортасы жақсы болса, ол жақсы болады. Орта деген ол өсіп жатқан өсімдік, ағаш, су, мысалы, жалпы ауаны байғаны адамдар жеке жүрген, мысалы, туыс туғаннан бастап әрмен қарта барлығы да. Сен олар жүдеп жатап, сен жақсы бола алмайсың. Бақытсыз адам осы төңірегін ойламаған, төңірегінің жағдайын жасауға көмектеспеген, арманы тек өзімен ғана шектелген адам, ол бақытсыз адам. Егер халқың жақсы өмір сүрсе, сен де жақсы өмір сүресің. Сенің бақытың, сенің жақсы өмір сүруің халқыңның денсаулығына, халқыңның жақсылығына байланысты. Адамның негізгі мақсаты бір-біріне қызмет ету, жақсылық жасау, жанашыр болу, қажет кезде жақыныңның жанынан табылу дейді ақсақал. Ол жеке басының ғана емес, елінің абыройы үшін көп тер төкті. Ұлт денсаулығын нығайту мақсатында тың жобаларды қолға алып іске асырды. Өзі басқарып отырған Қазақ тағамтану академиясы бие сүтінің негізінде өнімдер шығарып, жұртшылыққа ұсынды. Жылқы еті мен бие сүтін дәріптейтін денсаулық сақтау саласының майталманы Төрегелді Шарманұлы әлемде теңдесі жоқ шоколад дайындап шығарды. Шоколад жөнінен маған үлкен кәдімгі премия берді. $1000 за изобретение, изобретательский деятельность. Шоколадты тазарттым. Дүниеде ортақ дүниесі халқының жейтін тағамы шоколад, біреу-ақ. Ол Африкада болса қайсы шоколад сүймейтін халық жоқ. Шоколадты қарасам кір. Өйткені онда құрамында қант бар. Трансмай қышқылы бар. Сиырдың сүтінен жасалынады. Сиырдың сүтіне орналастырады. Ойлаймын, мынау шоколад бір жақ пайдалы, бір жақ зиян. Ондай тамақ бола ма екен? Оның пайдасы қалай? Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды, біреу аллергия жасайды, біреу жейді. Ол болмайды. Бұл ортақ тағам зиян тигізбеу керек. Ерекшелігі бұның құрамында трансмай қышқылы жоқ. Мынау ағзамға өте зиянды әсерін тигізеді. Ол сиыр сүтінде бар. Трансмай қышқылы бір ме? Екінші, сиыр сүті болғаннан кейін дәмділігі, тәттілігі, мысалы, бие сүтінің лактозасынан 1,5 есе төмен. Сондықтан да сиыр сүтінен шоколад жасалса, оған қант қосылу керек міндетті түрде. Дәмін келтіру үшін. Ол дәмі деген тәттілік. Қант тек тәттілік қана береді. Тәттілікті дәмділікпен араластыруға болмайды. Қант не? Қант зиян. Қант қауіпті. Қант у. Сондықтан соны түсіндіріп айту керек. Неге? Ол бүкіл адамның ағзамдағы қоректік жағын емес, жалпы ағзамда пайдасы тиетін бір ең басты екі көрініс бар. Біреу кальций, біреу витамин біреу. Осы екеуін бычытын шығарады. Өзі обменға кірішу үшін, өзі сыртқа кету үшін. Сен жаңағы морфин сен шығара алмайсың. Сен қантты шығара алмайсың. Не ойласаң да шығара алмайсың. Олай болмайды. Ол шығу үшін міндетті түрде витамин біреу керек, екінші кальций. Осы екеуі арқылы ғана ол жаңағы ағзамға пайдасын тигізеді. Әрмен қарата, егер одан құтылғың келсе, жаңағыдан байланыс арқылы ғана шығады. Онсыз іште қалады. Ол зиян деген өте қауіпті нәрсе. Сондықтан да қантты, дәмін, тәттілігін көрдің, оның энергиядан басқа түк беретін пайдасы жоқ қанттың. Тек энергия. Енергі үшін қантты жеудің түкке керек жоқ.
Ұннан да аласың, майдан да аласың, сүттен де аласың, беттен де аласың. Толып жатқан тағам түрлері, бірақ олар пайдалы жағынан көрінеді. Ал қант тек қана зиян жағынан көрінеді. Мен алдында жаңағы қанттан құтылу үшін бенің сүтін алып, бенің сүтін құрғату тәсілін жасап, содан кейін сол бен сүтіні қондырғанда барып, жаңғаның пайдасы тиеді, зияны жоқ. Маған патент берді. Я завоевал международный патент. Жаңағыдай шоколад тапқаным үшін. Ұлты үшін аянбай еңбек еткен ғалым Төрегелді Шармановтың Қазақстан медицинасының дамуына қосқан үлесі зор. Әлем жұртшылығы оны 20 ғасырдағы денсаулық сақтау саласының айтулы оқиғасы болған Алматы конференциясының ұйымдастырушысы ретінде жақсы біледі. Сол кезде әлемнің 140 елінің дәрігер мамандары алып одақтың басқа жерінде емес, тура Алатау баурайында бас қосты. Дәл сол жиынның қорытындысы ретінде әлемдік денсаулық сақтаудың ұлы хартиясы аталатын декларация қабылданды. Бұл тарихи құжат көптеген дамыған және дамушы елдердің медицина саласындағы бағытын айқындап берді. Оны тікелей ұлт мәселесінен бұрдым. Өйткені оның мақсатым жаңа конференцияны оны дайындалды, әйтеуір бір жерде өткізу керек болды. Мен бақылап жүрмін, министрмін. Бірақтарды оны ойлап бүкіл елдер таласып Совет одағында өткізу деді. Совет одағының бірінші хатшысы Брежнев дейтін болды. Оны қай жерде өткізу деді, оны да ұсыныпты бірден. Оны Ташкентте өткізу керек депті. Мен министрмін. Неге Ташкент? Мен Ташкентке қарсы болдым, шықтым. Айттым, ол Алматыда өту керек деп. Мен министрмін ғой. Мен ұлттық мәселе, бұл ерекше мәселе. Сондықтан да таласып, төбелесіп жүріп, Ташкентке соған құқығын алды. Бәрін өткеннен кейін барып, Женевада қорытынды жасап, маған келіп біз күтіп жүрміз. Қандай қорытынды келді? Конференция болуды таңдап жатыр ғой. Сонда айтты маған, нет более лучшего места, чем Алматы деп. 6 күн бұл конференция знаменитый Алматинский декларацияны қабылдады. Эта декларация потом принята была, ООН назвали Великая хартия мирового здравоохранения деп. То есть конференциясының правасын алып, ол правада осындай жетістік келіп, тарихта Алматы конференция деген ат қалды. Таяуда 40 жылдығы тойлады Алматы конференциясын. Сонда выступала, айттым мінекей осы мәселеде. Төрегелді Шарманов министр қызметін 11 жыл атқарды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының атынан оған әлем медицинасына қосқан елеулі еңбегі үшін Леон Бернард атындағы медаль тапсырылды. Алайда әлемге танылған ғалым үшін марапаттың ең үлкені халықтың ықыласы. Еңбегіңмен елге сыйлы болудан артық арман жоқ дейді ол. Халықтың қамын ойлайтын власть, ол келеді, олар өздері жаңа түсініп беретін сияқты. Біз демократиялық қоғам деген сөз халықтың қоғамын арқылған дүние басқару жүйесіне керек. Олар халықтың өкілі, бірақ халықтың өкілі халықтың үстінен қарамау керек. Халықпен бірге халықтың түсіну керек те халыққа қызмет ету керек. Алдамау керек, өтірік айтпау керек. Ол негізінде мүмкіншілік олардың қолында. Халық арқылы сен үкіметке келдің бе, халыққа сен қызмет ет. Қазір мысалы байқап қалам, әр уақыттарда алшақтықты сезіп қалам, кей уақыттарда, кейбір мәселелерде. Халықтың атынан сөйлейді, бірақ халықтың аты күйкескеле келмейді кей уақыттар. Министр, халыққа шақпаған министр болмай, абырой жиде алмайды. Денсаулық саласы халықтық министр. Оқыту саласы менен денсаулық саласы екеуі бағыт. Тек халықтың ұғымына, халықтың мұқтажына қалап жұмыс істей алмаса, ол министр емес, министр болып жұмыс істей алмайды. Академик Төрегелді Шарманов 90 жасқа келсе де халқының игілігі үшін еңбек етуден жалыққан емес. Әлі күнге дейін жас мамандарды тәрбиелеп, тәжірибесімен бөлісіп келеді. Жастарға үлгі-өнеге көрсетіп, түзу жолға бағыттап, өмір өткеліндегі көрген білгенімен бөлісіп, байыпты ақылын айтып отырады. Бүгінде академиктің мақсаты ұлт саулығын сақтау, тұтынылатын тағамды қауіпсіз ету, ел медицинасының ілгерілеуіне үлес қосу. Теңдессіз еңбегімен елімізді шартарапқа танытқан Төрегелді Шарманұлы қазақ медицинасының мақтанышы. Қазақ СССР денсаулық сақтау министрі Шарманов жолдас баяндама жасады. Ол өзінің баяндамасында медицина тәжірибесіне ғылым мен техниканың аса жаңа жетістіктерін кең молынан енгізу, медицина кадрларын дайындау мәселесіне үлкен көңіл бөлді.